Тура биде туған жоқ, туғанды биде иман жоқ. Атырау облысында дау-дамайлардың қатары жыл өткен сайын көбейіп келеді. Сондықтан облыстық сот жанынан құрылған билер кеңесі арыз шағымдарды қарап азаматтарға құқықтық тұрғыдан қызмет көрсетіп келеді. Кеңесте бұрын құқық қорғау саласында қызмет атқарған тәжірибелі 13 ардагер маман қызмет атқарады. Жыл басынан бері билер 3 рет кеңес өткізіп 16 шағымды қараған. Кеңестің басты ұстанымы отбасы құндылықтарын сақтау, ажырасудың алдын алу дейді билер кеңесінің төрағасы. Соттардағы мәліметтер бойынша даулардың саны бұрынғы жылдармен салыстырғанда 2 есеге өсіп кеткен. Енді қарасақ, біздің облысымызда сол 700 мыңға жетпейтін халық тұратын болса, сол жыл сайын 2 мыңға жуық жұп некесін бұзады екен. Оның өзі ажырасады екен. Оның өзі нені көрсетеді? Көз жәудіреген бейкүнә сәбилердің жетімшілік көріп, ата-ана мейірімін толықтай көрмей өсіп жатқандығын көрсетеді.